Деркөл шағын ауданында ашық әкімдік шарасы ұйымдастырылды. Оның аясында Орал қаласының әкімі Абат Шыныбеков және әкімдіктің құрылымдық бөлім басшылары тұрғындармен кездесіп, жеке сұрақтарына жауап қатты. Ашық әкімдік шарасына келген тұрғындардың негізгі бөлігі тұрғын үй жұмыспен қамтуға қатысты мәселелерін көтерді. Сонымен қатар бірнеше сұрақ Орал таза сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Батыс су арнасы коммуналдық мекемесіне жолданды. Жолдың жоқтығы да біраз тұрғынды қинап отыр. Біздің көшеде балшық, асфальт жоқ, балаларымыз қиналады. Мектепке барғанда өзімізде резиновый етік киіп аламыз. Скорый келсе де батып қалады. Иә, мына көше мінекей. Мына жердің даже дейді, профиль жоқ. Көше профиль жоқ қатеп. Профиль деген сөз жан-жағын көтеріліп, нөлек жасалып, шоқты. Сіздің көше мына кетті, бұл жерде просто проселочный дорога. Тупиковый болып қалды. Көрдіңіз бе? Мына профиль жоқ даже. А профиль шығару үшін грейдерін жасау керек, слабаларды алу керек, көтеру керек. Сондықтан соны жайлап біртіндеп істейміз. Любой нәрсені бастау үшін оған бірінші проект жасау керек. Оған ақша бөліну керек. Дұрыс па? Қазір сізге өтетін болсақ, онда күтіңіз 20-25. Қала басшысы азаматтардың өтініштерін тыңдап, әр мәселе бойынша оларға түсініктеме берді. Бұл күні қала әкімі 24 құрылымдық бөлімдер 40 тұрғынды қабылдады. Жалпы жыл басынан ашық әкімдік шарасы және әкімнің жеке қабылдауында 1000-нан астам адам болған.